Достар, сәлем. Бүгін сіздерге ерекше үлгідегі дәмі керемет болып шығатын ет пен ірімшік қосылған өте тойымды пирог рецептін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен қамыр илеуден бастаймыз. Ол үшін ыдысқа жылы сүт, жұмыртқа, 2 шай қасық қант пен ашытқы, 1,5 шай қасық тұз және 1,5 ас қасық сұйық май қосып араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін ұнды елеуіштен елеп қосып, қолға қатты жабыспайтын және жұмсақ қамыр илеуге кірісеміз. Мінеки достар, қамыр дайын. Енді оның бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа көтерілгенше қоямыз. Ал пирогтың салмасы үшін тартылған етке өте майдалап туралған пияз бен картопты салып, дәміне қарай тұз, қара бұрыш және кориандр қосып, барлығын жақсылап араластыру керек. Мінеки достар, 1,5 сағаттан кейін қамырда көтерілді. Қазір стөлдің үстіне пергамент қағазын төсеп, қамырды осы қағаздың үстінде жаямыз. Алдымен қамырды осылай қолымызбен үлкейтіп алып, одан кейін оқтаумен жаюды жалғастырамыз. Ал қазір салманың 3-тен 2 бөлігін өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай домалақ етіп қамырдың бетіне салып шығамыз. Ал енді мінеки осылайша пирогты жинап бастаймыз. Ал қалған етті қамырдың ортасына саламыз. Әрине, пирогтың бетіне 1 жұмыртқаның сарысын жағуды ұмытпаңыздар. Пирогты алдын ала 180 градус қызып тұрған пеште 45-50 минуттай пісіреміз. Пісуіне 3-4 минут қалғанда оның ортасына үккіштен өткізілген ірімшік салып, қайтадан пешке саламыз. Мінеки достар, пирог дайын. Өте үлкен, тойымды, ерекше және әдемі пирог үшін лайктарыңызды аямаңыздар. Ал мен сіздерге қазір оны кесіп көрсетейін. Пирог керемет болып шыққан достар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өзіңізді және жақындарыңызды қуантыңыздар. Видеоны қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.